Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар? Мен Англия туралы видео салған болатын кеше 600 мың теңге ұсынуға деп. Сен де ақша алатын болып кеткенсің ба деп видеолар комментарийлар кетіп жатыр екен да. Бірақ маған жазып сол туралы шынымен де қызығып сұрап жатқан адамдар да көп. Уже 10 адамның үшеуі ақшасын төлеп бүгін 3 орын алып қойды. Мен сіздерге айтайын, мен өтірік айтпаймын. Сосын маған біреудің артық ақшасы керек емес. Мен айтақ блог жүргізіп жатырмын, Алматы қаяқта жүргенін бәрін айтып жатырмын. Мен сөйте тұрып бір алаяқ болуым, мен білмеймін, енді датовы ақымақ болу керек шығар ол үшін. Одан кейін мен 100% сенімді болғаннан ғана кейін ғана айтып жатырмын. Ал егерде бұл нәрсенің өзі 50-50 бармай қалуыңызда мүмкін дейтін болсам, мен лучше айтпай қоя саламын, керек емес, қойшы деп ше. Әркім өз тілегін істей берсін дегендей. Содан кейін өздері асықпай күтіп жүре берген адамдар күтіп жүре берсін, оларға ешқандай әкіме жоқ. Нақты кеткісі келетін, ақшасы бар, нақты кетем болды, мен полный документімді дайындап беріңдер дейтін адамдар маған жазса, жаңа услуга деп ше, өзіме, жекеме, мен түсіндірем, полный түсіндірем, не болады, қалай болады, қашан барады. Тағы да айтам, осы октябрьден бастап документімді тапсырып бастаймыз. Мен істемеймін, дым істемеймін, мен просто жаңа кісімен байланыстырам бұл адамдарды. Екі адамды байланыстырам бір-бірімен болды. Оны істейтін адам бар, менің жұмысым ол емес. Бірақ мен сенімдім, ол мені жіберді, және мен алдында бірнеше адам жіберді. Әлі де жіберіп жатыр. Енді қазір анкетада андай ғой, бәрі тапсырып жатыр да. Қазір 45 мың анкета тұр дейді. Анкета тұр дейді. Енді бұйырса 100 адамнан біреуіне ғана келіп жатыр ғой, короче, приглашение дегенше. Ал ол 10 вакансия дайын фирмалармен келетін вакансиялар ғой. Оның бәрін мен жекелеп түсіндіріп беремін, ол қалай келеді, қандай ол гарантия ол келуіне деген сияқты. Мен оны түсіндіріп беріп жатырмын балаларға. 3 адам бекерден бекер алған жоқ қой. 600 мың теңге, 6 мың теңге емес, мен оны білемін. Сол себептен маған сенген ағайындарға рахмет. Ертең Алла қаласа, менің себебіммен, мен себепшім жай ғана. Мен ештеңе шешпеймін, жай ғана себепшім. Ертең Алла қаласа март айынан бастап кеткен кезде осы адамдарды видеосын алатын боламын, көресіздер. Біреуге ақша беріп алданғаннан гөрі сенімді қолға лучше беріп кететін адамдар ше, беретін адамдар ақыры беріп жатыр ғой. Сенімді адамға беріп кетсін. Не только маған емес, жалпы өздеріңіз танысыңыз біреуге ақша беріп кетті ма, күтіп жүре бермей, барып сол беріңіз да лучше тезірек кетіп қалсаңыз, ақша шығарып аласыз, тауып аласыз ақша. Ол ақшаны шығарып аласыз. Англияға барып келгеннен ештеңе жоғалтпайсыз. Бірақ жұмыстың ауырлары да бар, қиындары да бар. Кім болса сол бара бермесін. Жұмыстың қиындығына точно шыдаймын деген адамдар ғана барсын. Шыдаймын, істеймін мен жұмыс дегенде. Ал енді бүйтіп көрем ғой, ілініп салынып деген жұмыс болмайды. Ол жұмыс прямо қара жұмыс емес, просто 10 сағат тоқтамай жұмыс деген кезде кішкене психологически шаршайсың, физически тоже шаршайсың. Но адамның істеген адам істеп жатыр. 18 жасар балалар жүр ана жерде. Үлкен әпкелер жүр. Мен мамамен қатар әпке барып келіп, уже 50-ге келген. 53 жасқа дейін қабылдайды ғой. Сол себептен ойланыңыздар. Сосын жазарда дұрыс жазыңыздаршы, өтініш. Мен біреудің артық ақшасын алып отқан жоқпын, ешкімді алдағаным жоқ. Мен біреуді алдаған болсам, еді 35 мың подписчигім бар. Комментарийма жазарады, мен ақшамды алып алды да бермей қойды, мынау бүйтті деп адамдар жазса, мен базар жоқ ойлануға болар еді да. Мен ешкімді алдаған емеспін, алдамаймын, алдамаймын, Құдай сақтасын, маған керек емес алдауы, Құдай сақтасын. Біреудің көз жасынан табылған ақша керек емес. Істей алатын нәрсені істейміз деп айтамыз, істемейтін нәрсені істемейміз деп айтамыз. Сосын жазарда өздеріңізді кішкене Құдайдан қорқатын жазыңыздар, қорықпасаңыздар да кішкене адами қасиеттеріңізді жоғалтпай дұрыс жазыңыздаршы, өтініш. Ол не болып жатқан сияқты емес, қалай болса солай жазбай, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Сол мен бәріне ойбай төлеңдер де кетіңдер деп жатқан жоқпын ғой, әркім өзі біледі ғой. Сол, рахмет ағайындар.